Hello everyone, сәлем баршаңызға. Алдыңғы сабақта әуежайдағы чек-инде жүгімізді өлшетіп тіркеуден өттік. Келесі қадам security check, қауіпсіздік тексерісінен өту. Бүгін сіздермен security check, қауіпсіздік тексерісінен ағылшынша сөйлеп қалай өтеміз, олардың ағылшынша не айтып жатқанын қалай білеміз, соны мысалдан үйренетін боламыз. Алдымен бүгінгі диалогқа қатысты керекті сөздермен танысып алайық. Let's get started. Қауіпсіздік үшін жолаушылар мен олардың жүктері арнайы осындай аппараттармен тексеріледі. X-ray machine, рентген аппараты. Metal detector, металл детекторы. Кез келген металды табуға көмектесетін құрылғы. A-tray, орысша лоток, поднос, ал қазақша науа деп аталады. Түсінікті болу үшін орысша нұсқасын жазған болатынмын. A pocket, қалта. A laptop, ноутбук. Liquid, сұйықтық. Now let's start the dialogue between a security officer and a passenger. Ал енді қауіпсіздік қызметкері мен жолаушының сөйлесуін бастайық. Hello, passport and boarding pass, please. Сәлеметсіз бе? Паспорт пен отырғызу талон беріңіз немесе көрсетіңіз. Hello, here you go. Сәлеметсіз бе? Міне. Here you go, here you are, here they are барлығы міне, мінекей, алыңыз деген мағынаны білдіреді. Thank you, you can go on through. Рахмет, өте берсеңіз болады. Put your bags on here, please. Empty your pockets and put the contents in the tray. Сөмкелерді осының үстіне қойыңыз. Қалталарыңызды босатып, ішіндегілерді лотокқа салыңыз. Немесе науаға салыңыз. Empty, босату. Do I need to take my laptop out of the bag? Ноутбугымды да сөмкеден шығаруым керек пе? Yes, you do. Take off your hat and your shoes too. Иә, бас киіміңіз бен аяқ киіміңізді де шешіңіз. Put on кию болса, take off шешу дегенді білдіреді. Do you have any liquids in your bag? Сөмкеңізде кез келген сұйықтық бар ма? Yes, I do. I have a water bottle and some cough syrup. Иә, су бөтелкесі мен жөтелге қарсы сироп бар. You will need to take them out. Оларды да шығарыңыз. The water bottle is too big. Су бөтелкеңіз тым үлкен. You can either drink it right now or throw it away. Сіз оны дәл қазір не ішіңіз немесе тастаңыз. I'll just throw out. Мен оны тастай салайын. Throw away, throw out екеуі де тастау, лақтыру, қоқысқа лақтыру деген мағынаны білдіреді. Please step back. Can you check your pockets for any small objects? Артқа қарай жүріңіз. Қалтаңызда кішкентай заттар жоқ па? Тексеріп жіберіңіз. Step back, қадам жасау, back артқа. Яғни step back, артқа қарай қадам жасау дегенді білдіреді. Oh, I left my keys in my pocket. Sorry about that. Ой, мен қалтамда кілттерімді қалдырыппын, кешірім сұраймын. No problem. Come on through again. Ештеңе етпейді, қайтадан өтіңіз. Please make sure you take all your items.
Барлық заттарыңызды алғаныңызға көз жеткізіңіз. Make sure көз жеткізу. Have a nice flight. Have a nice flight. Сәтті ұшуыңызды тілеймін. Thank you so much. Goodbye. Көп рахмет. Сау болыңыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бұл жай ғана үлгі, диалог, себебі барлық тексерістер сыпайы бола бермейді. Сонда да ақпараттарым пайдалы болады деп ойлаймын. Келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін каналға жазылуды ұмытпаңыз. Bye-bye.